Мэлс Маратович, қазіргі балабақшалардың жағдайы туралы не айта аласыз? Өте орындық сұрақ. Өте. Мен ойланам, ертең айтам. Жоқ, ертең болмайды. Жауап маған қазір керек. Жақсы. Қазір ойланам, қатты ойланам, ертең айтам. Тоқтаңыз. Балабақшада орын жетіспеушілігі туралы не ойлайсыз? Бізге нақты жауап керек, Мэлс Маратович. Вот крысак, еще маленькая крысак. Ладно, хорошо. Ал балабақша орын аз, қазақ көп. Қазақ аз, орын көп. Природа. Сонда бала саны көбейген сайын балабақша саны... Давай, не асықпа давай. Онда ответ какой? Демография жоғару керек. Да? Правильно? Все, жақсы. Сонда бала саны көбейген сайын балабақша саны көбеймей ме? Балабақша – это ақша. Ты понимаешь қазақша? Мэлс Маратович, ал неге жыл сайын балабақша кезегі жылжымайды? Ну, если кезек балабақша болса, выход есть всегда. Ауылда, ажека, аташка, апару керек. Правильно? Бала ойнайсың, ойнап жүреді, тезек түйіп, правильно? Тәрбие ауылда, азамат. Сонда сіз баланы ауылда тәрбиелеу керек деп ойлайсыз ба? А как же ты хотел? Мен ауылда, сен тем более ауылда, я смотрю. Да, все мы ауылда. Ауылда жүреміз, күлеміз, өмір сүреміз. Правильно? Ауылда. Қарастырамыз. Сонда сіз балаларыңызды балабақшаға бермей ауылға жібердіңіз ғой? Дұрыс қой, иә? Өкініш орай. Ауылда жоқ. Тусқан жоқ ауылда. Бірақ ойланам, жерді қарай, қарастыраймыз. Все, уақыт жоқ, как раз маған балабақша бару керек. Қазір Наталья Владимировна звондайды, дейді. Все, жақсы, все. Тоқтаңыз. Қайда мынаны салу керек? Мэлс Маратович, қазіргі кездегі қымбатшылық туралы бір-екі сұраққа жауап бере кетсеңіз бізге. Қымбатты қазақстандықтар, рұқсатыңыз болса... Жоқ, Мэлс Маратұлы, сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Елімізде азық-түлік бағасы қымбаттау туралы сұрап жатырмын. Яғни, күнделікті нанның бағасы көтеріліп жатыр. Сол туралы не айтасыз? Өте дұрыс сұрақ. Аташка айтқан маған. На земле нанды көрсең, көтер бала. Көтеру керек, обязательно. Сонда нанның бағасы қайтадан қымбаттайды ма? Неге осылай ойласың, неге сен осылай айтасың? Неге? Америкада қымбат, Европада қымбат, ал бізде қымбат емес. Қымбат емес бізде, жақсы. Мэлс Маратұлы, әрине дұрыс қой, бірақ бізді Америкамен салыстырған дұрыс деп ойлайсыз ба? Мысалы, көрші Өзбекстанды алсақ, ол жерде бағалар арзан. Мен Өзбекстанда болған жоқ. Соответственно, на ваш вопрос ответ жоқ. Азық-түліктің қымбаттауы доллардың өсіп жатқаннан деп ойлайсыз ба? Доллар, сами же виноваты. 40 доллар аласың, по глазам вижу. Сен де аласың, сен аласың. Мен доллар ойланбайым доллар. Конечно, соответственно, доллар осырайды. Правильно? Сонда доллардың бағасы өсіп жатқан дұрыс деп ойлайсыз ба? Дұрыс. Қалай дұрыс? Жаңа ғана өсірмеу керек деп жатыр едіңіз ғой, сіз түсінбедік. Дұрыс емес.
дұрыс емес. Молодец, молодец, қап-қарашқа, что ты поправляешь. Дұрыс айтасың. Аға, менде доллардың бағасы тұрақталады деген сендемін. Келді. Айтар бір тілегіңіз болса. Біз халықпен, жүрекпен, полностью халықпен. Вот, давайте, халық нанды обязательно не подымать надо. Мес Маратұлы, біздің сізге қояр бірнеше сұрақтарымыз бар. Сұрақ қойыңыз. Сен қой. Бәріміз қойларысыңдар. Сұраққа жауап берем. Отандық өнімдердің нарықтағы орны жайлы не айтасыз қазіргі таңдағы? Келесі. Отандық өнімдерге сұраныс бар ма? Келесі. Келесі емес, отандық өнімдерге сұраныс бар ма? Сұраныс. Кез сұраныс сендер, мен тез сұранға айтам. Өнімдеріміз қарапайым халыққа қол жетімді ме? Ол жетеді. Ол қарандар. Менде 2 қол, да? Сенде 2 қол. Сенде 2 қол. 18 миллион қол. Ал қосылайық. 36 миллион қол будет. Правильно? Дұрыс. Жұмыс жасау керек. Вот, жұмыс жасау, дұрыстап демалау, все. Келесі. Ал өзіңіз отандық өнімдер тұтынасыз ба? Тұтын жаман. Тұтын очень жаман. Вот қарандар, да? Қалада тұтын, да? Анау Астанада көмір жағат, тұтын, адам ауырат. Тұтын. А зачем тұтын? Неге? Неге тұтын? Давайте қазақтар без тұтынов жить. Давай. Жарайды ал. Өзіңіз жергілікті курорттарда демаласыз ба? Демалам. Таиланд па, Дубай ма, Апчигай ма, кешіріңіз, Ол айтады ғой қазақтар, жер, анам, көшір, келесің. Мелис Маратұлы, олай болса жергілікті шенеуніктердің арасында осы отандық өнімді қолдауға челлендж бастап жіберсеңізші? Ай, молодежь. Челлендж бастайын. Қайқа айту керек? Камераға қарап айта беріңіз. Так, қара. Все, депутат челлендж бастайды, не қарандар. Вот. Итальянский. Так, онда қазір. О, жақсы челлендж, қарандар. Ать! О, менікі емес, сол әйелімдікі. Мен машина қазір сынып қалды. Ай, әжем, молодец. Вот адам деген осы үлкен кісі болса, ол білген челлендж бүгін бастайды. Вот, пожалуйста, вот, челлендж бүгін бастайым. Вот, қарандар, қазақтан ең жақсы күрт. Вот, бастадым. Отандық өнім дейсіз ғой. Қатты емке. Не, бастадым. Же, ол тіске хорошо, денсаулық жақсы. Все, жақсы, жұмыс көп, өкініш орай. Давайте.